Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін брокколи туралы айтатын боламыз. Брокколи бұл соңғы уақытта көп еститін шығарсыз. Бұл организмге өте пайдалы және витаминдерге бай капуста болып есептеледі. Оның құрамында витамин С, К, ПП, калий, магний, кальций, темір және басқа витаминдер бар. Ғалымдардың зерттеуі бойынша оның ең бір күшті әсері ракқа қарсы. Әйелдерде көкірек безінің рагына қарсы әсер етеді екен. Және жараның тез жазылуына көмектеседі. Ішектерді тазалап, іш қатуды қалпына келтіреді. Қабынуға қарсы әсер етеді. Мысалы, организмде кариес, яғни созылмалы қабыну болатын болса, соның әсерінен тамырлардың зақымдалуы, инфаркт, инсульт пайда болуы мүмкін. Холестериннің деңгейін төмендетеді. Өт бөлінуін күшейтіп, ас қорытуды жақсартады. Ағзаны токсиндерден тазалайды. Иммунитетті жақсартады. Инсулин деңгейін қалыпқа келтіреді. Артрит пайда болуының алдын алады. Және брокколи аз калориялы семіздіктің алдын алады. Брокколи организм үшін өте пайдалы, сондықтан оны рационға қосуды ұмытпаңыз. Оны пісіріп, қайнатып немесе қуырып жегеннен көрі, бумен 5 минут пісіріп жеген кезде бүкіл витаминдер өзінде сақталады екен. Яғни қайнатқанда термический обработкада витамин С деңгейі азайып кетеді. Сондықтан бумен пісіріп жегеніңіз дұрыс болып есептеледі. Оны таңдаған кезде қою жасыл түсті свежийді алуға тырысыңыз. Себебі сары түсте болатын болса, бүкіл витаминдер болмауы мүмкін. Терапевт дәрігерден денсаулыққа пайдалы ақпараттар білгіңіз келсе, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.